Бүгін облыстық мәслихаттың депутаттары мен табиғи монополияларға қарсы департаментінің өкілдері Жайық жылу қуат мекемесінде болды. Бұл жолы халық қалаулылары өскен тарифтен түскен қаржының тиімді жұмсалуын қадағалауды мақсат тұтып отыр. Жайық жылу қуат мекемесі жылу тарифін алғаш рет 2016 жылы көтеріпті. Одан кейін 2023-2028 жылдарға арналған тариф жоспары бекітілген. Осы аралық ішінде мекемемен 3,5 миллиард теңге мөлшеріне инвестициялық қаражат тариф аясында қарастырылған. Оның бірінші жылына, яғни осы 2023 жылға 423 миллион қарастырылған. Осы ақшаға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізілетін болатын. Осы ТЭЦ аймағында қазандықтарға, сосын желілерге қарастырылған жаңағы күрделі жөндеу жұмыстары бар. Мекеме басшысы инвест жоба аясында атқарылып жатырған жұмыстарды депутаттарға көрсетті. Бүгінгі таңда 3 жылыту қазандығын жөндеу жұмыстары жоспарланып отыр. Одан әрі облыстық мәслихаттың депутаттары блокты модульді градирнияның жұмысымен танысты. Бұл жоба биыл ғана іске қосылған болатын. Біздің жылу электр орталығында 3 бу турбинасы орнатылған. Сол бу турбинасының егер бұрында градирния болмағанда біздер тікелей Жайықтың суымен салқындататын едік. Жайықтан алып Жайыққа кері лақтыратын едік. Қазіргі таңда біздер мына градирниямыз сол бу турбиналарын өзіміздің ішімізде салқындатуға мүмкіндік беріп отыр. Бұл дегеніміз жаңағы Жайықтан алатын судың көлемін азайтуға, жылына 4 миллион текше метр суды экономдайды. Жайық жылу қуат мекемесінде бұдан бөлек бу турбиналары мен турбогенераторлар, жылу желілерін жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деді мекеме басшысы.